Армысыздар, құрметті ауыл тұрғындары, әріптестер, оқырмандар. Әнші, композитор, Қазақстанның халық әртісі Дәнеш Рақышевтың туғанына 97 жыл толуына орай Дәнеш ағаның мұрасы атты әдеби композицияны назарларыңызға ұсынамын. Қазақстанның Республикасының халық әртісі, әнші, сазгер Дәнеш Рақышев қарапайым өмір кешкен адам. Жаркент өңірінің Талды ауылында туып, 4 жасында колхоздандыру зардабынан қашқан отбасымен бірге Шығыс Түркістан асып кетеді. Оның мінез құлқы, өнерге құштарлығы қазақы ортада қалыптасады. Әкесі Рақыш ауыл арасында айтысқа қатысқан ақын, әнші, сері мінезді кісі болыпты. Дәнеш ән айту мен домбыра ойнауды ата-анасынан үйренеді. Оның әкесі әнші, домбырашы, сырнайшы болған. Рақышев әнді ақындар Әсет Шашубаймен кездесіп, Шығыс Түркістандық жас қазақ әншілерінің сайысына қатысып, өз өнерін шыңдайды.